Сәлем, қалайсыңдар? О, Ақерке келді ғой. Сәлем, Ақерке. Вау, киімі қандай әдемі. О, Ақерке келді ма не? Мектептің ең бай қызы келді ғой. Вау, киімің қандай әдемі, қандай қымбат тұрады. Иә, рахмет бәріне. Мені ең бай ата-анам алып берді. Мен бай тұрамын. Мен киімдерім сондай әдемі бар ғой. Уф, ұйқым келмей жатыр ғой, барып су ішіп қайтпасам. Ай, кухняға барып су ішіп қайтайын. Ой, ата-анам не істеп жатыр мына жақта? Неге астыңғы свет қосылып тұр? Анасы светті сөндіріп қойын, қазір Ақерке естіп қояды. Қазір светтен оянып кету мүмкін. Кел, столға отыр, әңгімелесейік. Бұл әңгімені Ақерке естімеу керек. Дұрыс айтасың. Светті өшіріп қояйық, мына Ақерке көріп қоймасын бізді. Астыңғы свет неге қосылып тұр деп бізге келмесін. Ал айт әңгіменді. Анасы, енді не істейміз? Ақерке бұл әңгімені біліп қоймау керек, біздің бай емес екенімізді. Сол ғой, бұл әңгімені Ақеркеге қалай түсіндіреді екенбіз? Ол қыз түсіне ме екен? Мә, ата-анам не деп кетті? Мен дым түсінбей кеттім. Барып жатайын. Ата-анам қазір естіп қоймасын мені. Қайттым бөлмеге. Тып-тыныш жата қояйын. Енді не істейді екенмін мектепте? Не деп барамын мектепке мен? Барғым келмейді мен мектепке. Ал анасы, кеттік енді, ұйықтайық. Қазір Ақерке оянып кетпесін. Тып-тыныш төсегімізге ұйықтап жата қалайық. Иә, сол ғой. Тып-тыныш жата қалайық. Мына Ақерке ұйықтап жатыр ма екен? Қазір бірінші туалетке кіріп алайын. Сосын барып ұйықтаймын. Ал енді ұйықтайық. Тып-тыныш свет сөндірейік. Мен бұлай тып-тыныш жата қоймаймын. Мен астыға барып, бір бұрыннан ашқызбайтын белгісіз бөлмені барып қараймын. Ал міне, ата-анам осында кіруге рұқсат бермейтін өмірі. Ал енді кіріп тексеріп көремін ішін. Ал, міне қандай қорқынышты, мә. Мұнан іші сап-салқын ғой, және керек емес заттардың бәрі толып тұр. Неге ішінде қағаздар ана жерде толып тұр екен? Мә, мына газеттерде не туралы жазылған? Біздің отбасымыздың банкротқа кірілгені жазылған ба? Не сұмдық? Ал мынау біздің үйдің документі ма? Мә, біздің үйді сатылады деп қойған ба ата-анам? Мә, банкротқа кірген сонша үйді сатайын деп жатыр ма бұлар? Енді қалай өмір түсіремін? Мен кедей сияқты өмір түсіргім келмейді. Мен жаман киім келмейді. Бұл мені Ақерке деген қызым бажылап жатырған? Немесе көршінің қызы ма? Қарап келмесем астыға түсіп. Менің қызым мұны жаққа кірген ба? Бұған бұл жаққа кіруге рұқсат берген жоқпыз ғой. Қызым, неге жылап жатырсың? Мә, қызым, бұл не болғанын? Айтшы. Ал енді екінші көзімді бояп жіберейін. Вау, қандай әдемі болдым. Мына астыдағы кім ол бақырып атқан? Кім шулап жатыр? Так, ой, мұнда бәрі кіріп алған ба? Не істеп жатыр? Әкесі, не істеп жатырсыңдар, қызым? Неге жылап жатырсың? Мә, сен біздің шындықты біліп алдың ба, қызым? Неге менен бұны жасырдыңдар? Мен бай болғым келеді, мен кедей болғым келмейді. Қалайша банкрот болдық? Қап, енді не істеймін? Мына мектепке жаман киіммен қалай кіремін? Ешкім мені көріп қоймасын. Ешкім мені мазақтамаса болды. Енді ешкім кірмей тұрғанда классқа кіру керекпін. Ақерке. Мынау Ақерке ме? Ақерке, кедейімді киіп апсың ғой. Ақерке, танымай қалдық қой. Бүкіл газетте сендердің банкрот болғандарын жазылып жатыр ғой. Сендер сонда менімен өтірік дос болдыңдар ма? Ақша үшін? Бұл Ақеркеме жылап жатырған? Барып қайтпасам? Ақерке. Неге жылап жатырсың? Жылама болды. Мен сені көрдім газеттен банкрот болғандарынды. Ол үшін жылап керек емес.
Мариям, сонда сен маған күлмейсің ба? Сонда сен мені мазақтамайсың ба басқалар сияқты? Рахмет саған. Сен нағыз дос болатын адам екенсің.